Сәлем достар, арнамызға қош келдіңіздер. Сіздермен тағы да Айдын. Бүгінгі сабағымыз YouTube-тан арнаны қалай ашады деп аталады. Және осы тақырып төңірегінде ой қозғайтын боламыз. Бірден айта кетейін. YouTube-тан арна ашу деген оңайдың оңайы. Бірақ оны ары қарай мазмұнды контентпен толтыру, видеолар салу, ол енді сізге байланысты. Яғни ол біраз еңбек, біраз күш-жігерді талап ететін нәрсе. Сонымен достар, кеттік. YouTube-тан арна ашу үшін сізде Gmail поштасы болу керек. Ал жоқ болса, аккаунт жасаймыз, тіркелеміз. Мысалы, Асқар дейік. Асқар Адамбай дейік мысалы. Логиніміз Асқар нүкте Адамбай болсын. Мына жерге бір код, пароль. Парольдарыңыз дұрысы санмен әріптерден тұрса дұрыс болады. Мына жерлерге енді өздеріңіз бір жыл мен айларыңызды жазасыздар. Мына жерлер толтырмасаңыздар да болады. Бірақ егерде арнамды дұрыстап ашам десеңіз, әлбетте номерлеріңіз жазып қойсаңыздар болады. Тіркелеміз сонымен. Жоқ. Номер керек екен, достар. Мен шатасыппын, айып етпейсіздер. Мерден Қазақстан іздейік онда, жарайды. Қазақстан. Номер. +7 705 394 93 65 дейік. Кетті. Мына жерге қабылданған кодты жазатын боламыз. Мінекей келді. Бұл керек процедура, достар. Бұны міндетті түрде жасайтын боласыздар. 495 642 дейді. Кетті. Сонымен, достар, біз былай айтқанда аккаунт жасадық. Бізде Gmail аккаунт бар. Келесі кезеңге өтсек. Сонымен, достар, бізде Gmail аккаунт бар. Сіздер досымен құттықтаймын. Асқар дейді. Енді бізге, достар, YouTube-қа кетіп керек болады. YouTube-қа барайық қайтып. Мінекей Асқар Адамбай дейсіз. Мінекей My Channel. Менің арнам, яғни. Ал кеттік, ал достар. Арна жасайтын боламыз қазір. Мінекей сізде арна бар. Яғни жаңа стиль, достар, бірден айта кетейін. Жаңа стиль. Кімге ағылшын тілі түсініксіз болса, бізге енді түсінікті, мына жерде орыс тілі бар, осы орыс тіліне аударасақ болады. Достар, сіздерге мына жаңа арна ұнамаса, оны өзгерту өте оңай. Мынау навигация панеліне One Channel деп жазамыз. Осы жерден ескі дизайнға өтеу дегенді басамыз. Байқадыңыздар ма, достар, сізде арна бар. Мінекей арнаңыз сіздің. Бірақ 0 жазылу үшін 0 көру дегендей. Ал енді мынандай болу үшін сіздерге біраз еңбектенуге тура келеді. Сонымен сіздердің арналарыңыз бар, достар. Міне мынаяқта арнаны баптауы, YouTube Analytics, Manager, видео. Осы жерлерден өздеріңіз өзгерте аласыздар. Мына жерге арнаңыз жайлы ақпарат жаза аласыздар. Мынаны жасырып қойсаңыздар да болады. Мінекей, достар, еш қиындық жоқ арнаны. Ал енді бұны толтыру, ары қарай мазмұнды контентпен айналысу өздеріңіздің ықтиярларыңызда. Солай, достар. Енді сіздерге көмектеседі деп үміттенемін. Біраз достар айтқан еді, осы қалай жасайды деген сұраққа
жауап іздеп жүрген. Соны қазақ тілінде жасайтын ой болып, мінекей бүгін жасап отырмыз. Осылай достар, былай қарасаңыздар, еш қиындығы жоқ. Сіздерге жаңа арнада сәттіліктер тілеймін. Сұрақтарыңыз болса, пікір ретінде қалдыра кетіңіздер. Келесі бейнелерде жүздескенше аман сау болыңыздар.